Бүйрек ең соңында төтеп береді ғой. Ең соңында барып сигнал береді ғой. Сенің өзі бүйрек кеткен кезде сенің ас қорыту жүйең, бауыр, өкпе, жүрегің бәрі әлсіреп қалған кезде, бүйрек ең соңғы сүзгіден өткізетін дүниені өткізе алмай қалған кезде қаныңа жайылады уыт заттар. Даттауы зорықтырасыздар ғой өздеріңізді. Бір күн ұйықтамадың, 2 күн ұйықтамадың, 3 күн ұйықтамадың, айлап, жарты жыл, 5-6 ай, еще қосымша зиянды тағамдар жейсіздер бүйрекке. Соқ ішесіздер, кола ішесіздер, чикі балықтар жейсіздер, торт, печенье. Әсіресе қазіргі жастар анау неше түрлі сүт емес сүттен жасалған сусындықтар, анау жемчуг қосылған ішінде чайлар, анау крахмалдан жасалған чайлар ең зиян. Сосын печенье, сосын анау неше түрлі фастфуд тағамдардың бәрі адам ағзасына жат дүние болғаннан кейін бүйректің сүгісінен өткенде оның бәрі бүйрекке нагрузка береді. Түсінесіздер ме? Жай су, қалампыр қосып, чай ішкенге бара ма, қалампыр қосып қара шай ішіңіздер. Жай су, кипяток ішіңіздерші, пожалуйста. Сосын 3 уақыт тамақты уақытымен ішіңіздер. Ерте ұйықтаңыздар. Ұйықтамайсың ба, бітті бүйрегің отырады. Аяқ қол тобықтың бәрін жылы ұстаңыздар. Дұрыс тамақтаңыздар. Көңіл күйді бір қалыпты ұстаңыздар. Қатты үрей, қорқыныш, болашақты ойлап, немесе неше түрлі қиянатқа барып, содан үрей, қанша бүйрегің кетеді. Ашу, ыза, уайым, қайғы бет алды. Ренжу, біреуді көре алмау. Соның бәрі ішкі жақтағы мынау меридиан жолында жүріп тұрған энергиялардың блогына келеді. Меридиан жолдардың блогына келеді. Ол меридиан жол блокталғаннан кейін сен қан айламың бұзылады. Өйткені ол энергия бір жерде блокталғаннан кейін сол маңайдағы нервтерге, сол маңайдағы қан тамырларын бәрін әсер етеді, сол маңайдағы бұлшықетке әсер етеді. Содан кейін болды, ол жердің, ол жүйенің блоктар блок пайда болғаннан кейін бүкіл ретімен жұмыс жасап тұрған зат алмас процесі төмендейді. Еще жақтарда тойып тамақ жеп алсаң, иә? Тойып тамақ жеп алғаннан түнімен қуатың ас қорыту жүйеге кетеді. Таңертең сосын шаршап тұрасың. Өзің қиналасың ғой. Неге сен өзіңді аямайсың? Аурудың себебі бәрі өзіңді аямағаннан ғой. Сонда менің ортама келіп ем алған кезде мен рецепт жазам. Ең бірінші ниет етіңдер деймін. Осы ақиқат еммен өзімді өзім емдеп шығам. Өзімді емдеп алғаннан кейін жұртқа көмектесем, ақиқатты түсіндірем деп насихаттаймын деп ниет етіңдер деймін. Ниеттің күшіне жететін күш жоқ. Әрине дұрыс ниет, е. Содан мен оларға жазғызам. Осы күнге дейін өзіме зорлық, зомбылық жасадым. Өзімді аямадым, өзімді құрттым. Бүгіннен бастап өзімді аялаймын, күтемін, баптаймын деп жазғызам. Содан кейін барып, мынаны істейсің деп істетем.